Мен Мұғалим Ақатаев атындағы номер 140 гимназияның 7-е сынып оқушысы Сәлімбай Абдулхафиз боламын. Менің шығармашылық жобам жақсылық жаршысы деп аталады. Жобаның өзектілігі. Бұл жоба арқылы адам бойындағы ең ұлы қасиеттердің бірі мейірімділік жайлы. Басқаларға жан жылуын, ізгі ниетімен лебізін білдіруінің көрінісін танытатын адамдар арасындағы сыйластық, жанашырлық, қамқорлық сияқты қасиеттерді дамытуға бағытталған. Жобаның маңыздылығы. Жоба әр адамның мейірімді әрі қайырымды болу, оның отбасындағы тәрбиесіне, өскен ортасына да тікелей байланысты екендігін көрсетеді. Ата-ана не қылсан, алдына сол келеді. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деген нақыл сөздер арқылы айналасындағы адамдар мейірімділікке тәрбиелейді. Аталмыш қасиет адамдарға ғана мейірімділік көрсетумен шектелмейді. Өзіндік қоршаған ортаға, жан-жануарға, табиғатқа деген мейірімділіктің де болуы қажет деп есептейді. Жобаның жүзеге асу кезеңі. Шынайы мейірімді болу, өзінен гөрі басқаларға қамқор болу, өзгенің мүддесін өз мүдденнен жоғарыға қою деген сөз емес. Мейірімді адам әрқашан басқаларға көмекке келіп, әркез жақсылық жасағысы келіп тұрады. Осы мақсатта 6 айлық жұмыс жоспарын құрып, сол бойынша жұмыс жүргізілді. Жобаның жаңалығы. Жақсылық жаршысы шығармашылық жобасы негізінде қарттарым аман-сау жүрсін акциясы, жүректен жүрекке әлеуметтік осал топтарға көмек акциясы, болашақ бүгіннен басталады челленджі жүзеге асырылды. Барша жастарға жақсылық жаршысы шығармашылық жобасы негізінде жасалған қарттарым аман-сау жүрсін, жүректен жүрекке әлеуметтік осал топтарға көмек акцияларын болашақ бүгіннен басталады челленджін қолдануды ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.